Ардақтағы ағайын, тағы да армысыздар. Берекелі бейсенбінің келесі сағатында кең талқылайтын тақырыбымыз әскери қызмет, әскерге шақыру науқаны турасында болмақ. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Мұстағұлов Еркебұлан Серікұлы, Қарағанды облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент басшысының орынбасары. 2026 жылы әскерге шақыру тәртібі өзгерді. Жаңа өзгерістер цифрландыруға, шақырушыларды алдын ала тексеруге, сондай-ақ әскерге шақыру ісіне полиция жұмылдыруына қатысты. Яғни азаматтарды әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидалары жаңарды. Әскерге шақыру тәртібі қалай өзгерді? Бұл туралы сәлден соң айтатын боламыз. Ал әзірге бізге әуенді үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдарман, хабарымызды жалғастырсақ, Еркебұлан Серікұлы, жалпы әскерге кімдер шақыртылады? Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, көрермендер. Заңымыздың 36 бабында жазылғандай, Қазақстанның 18 және 27 аралығындағы әр ер азамат, әскери міндеттілер осы әскер қатарына шақыруға тиісті. Жүрде енді атап айтқанда әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің заңының 35 бабында көрсетілгендей, жүрде жаңағы кейінге қалдырулар көрсетілген. Не болмаса мүлде босатулар 36 бабында көрсетілген. Қазірге қолжетімді заманда заң KZ, не болмаса интернет әділет KZ сайттарында жаңағы заң табуға болады. Жүрде нақты көрсетілген осы баптар. Толық ақпар бар дейсіз ғой. Қысқаша атап өтейік, отбасылық жағдай бойынша кейінге қалдырылады, білім бойынша кейінге қалдырады, денсаулығы жағдайы бойынша кейінге қалдырады. Және тағы басқа көрсетілген сол баптағы атаулы нұсқаулар бойынша кейінге қалдырылады. Ал іріктеу қалай жүргізіледі? Іріктеу міне биылғы жылға наурыз айынан басталды. Президенттің жарлығы шықты. Осы 14 наурызда шыққан жарлыққа сәйкес, осы март айынан, наурыз айынан бастап, яғни 4 ай көлемде әскер қатарына шақыру басталды. Қазіргі күнде Қарағанды облысының жергілікті әскери басқару органдарымен осы соңғы командалар қалды. Шекара қызметіне іріктеу жұмыстары бойынша. Енді іріктеу нақты әр түрлі салалары бар. Яғни шекара қызметі қазіргі айтқан бойынша, одан кейін қорғаныс министрлігінің құрлық әскерлер қатарына, одан кейін мемлекеттік күзет қызметі қатарына, төтенше жағдайлар қызметінің командаларына, ұлттық ұлан командаларына іріктеледі. Енді бұл жерде атап өтсек, 28-ші бұйрығы бар қорғаныс министрінің. Сол бұйрыққа сәйкес іріктелу жұмыстары жүргізіледі. Енді көктемгі науқан кезінде іріктеу жұмысына тоқталып отырсыз. Осы тұста ата-аналардың я болмаса әскерге шақыртылған жас сарбаздың өзінің қалауы бойынша қандай да бір әскери бөлімге өзі көңіл бөліп бара ала ма? Мысалы, мен осыны қалап тұрмын деген сияқты. Отбасыма жақын, яғни өзім туған жерімде деген сияқты. Бұл жерден қарапайым тілмен жеткізіп өтейін. Бұл жерде шекара енді Қарағандыда жоқ, білесіз, орталықта орналасқанбыз. Шекара қызметіне міндетті түрде шекара бекеттеріне жасақталып жіберілетін командалар. Қарағандыда яғни жоқ деген сөз. Әрі қарай құрлық әскерлері, бұл жерде қорғаныс министрінің құрлық әскерлері Қарағандыда бірақ айтарлықтай бұл кезде нақты негізінде барлық емес, қамтылатын басқа облыстардан келетін командалардың жүйеленгеннен кейін бізге де арасында қорғаныс министрінің тапсырмасы келіп тұрады. Яғни мысалы Саран қаласында әуе қорғаныс күштеріндегі осы алдын алу әскери бөлімі, сол 44-841. Сол әскери бөлімге яғни бір 30 адамдық көлемде сондай рәсімделеді. Яғни мынау өзіміздің Әлихан Бөкейхан ауданындағы да әскери бөлімдерді жасақтаймыз. Бірақ арнайы былай айтқан кезде көлеммен. Бәрінің бірдей ниетін қабылдау мүмкін етесіз ғой. Әскери қатаң тәртіп бар. Төтенше жағдай командаларын айтып өтсек, мысалы біз Алматы, немесе Ақтөбе облыстарын қамтимыз. Ол жақтардағы әскери қызметкерлер осы біздің Қарағандыда орналасқан әскери бөлімге келіп жатады. Енді көктемгі науқанды бастадыңыздар. Қазіргі жұмыс қалай? Науқан өз жоспарына сай өтіп жатыр. Белгіленген тапсырмалар бізге қойылған орындалуда 100%. Енді соңғы командалар қалды. Әрі қарай жаңағы құрлық әскерлеріне көшетін боламыз. Қазірге
жоспар бойынша келе жатырмыз. Сіздерден жіберілген әскерге шақыру қағазын қабылдамауға бола ма? Қандай жағдайда мысалы үшін ол қағаздан бас тартылады? Бұл қазіргі кезде ол жаңағы электрондық жүйелендірілген SMS хабарлама бар. Бәріңіз белгілі, ол заңдастырылды. Яғни заңға әскери жаңағы атап өткен әскери қызметші мәртебесінің 30-шы бабында көрсетілген болатын. Жүрде жаңағы SMS оповещение келген азамат көрсетілген сол SMS оповещениедегі өзінің яғни айтарлықтай прописка дейміз ғой, тіркеу жайында мекен жайына жергілікті әскери басқару органы баруға міндеттелген. SMS келмеген жағдайда енді бұл хабарлама өзі база арқылы көрсетіліп тұрады, жеткізілмеді деп. Жеткізілген жағдайда жаңағы азамат келуге міндеттелген. Келмеген жағдайларда бұл SMS-ті өз уақыты көрсетілген, мысалға, яғни бүгінгі күнде емес, арасына 2-3 күн қосып, мысалы бүгін SMS жолданып тұрса, 2-3 күн қосып, 2-3 күннің арасында баруға міндеттелген. Яғни келмеген жағдайда ол тізімдеме іріктеліп, келмегендер тізімдемесі іріктеліп, ішкі істер органдарына беріліп, іздеу жұмыстарына салынады. Яғни жұмыс орындарына хабарлама, не болмаса мекен жайлары бойынша іздеу жұмыстарына жүргізіледі. Түсінікті. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Сәлден соң әскери қызмет әскерге шақыру науқан турасындағы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Еркебұлан Серікұлы, жаңа сұрағымызды жалғастырсақ, толықтырып өтіңізші. Егер де шақыртуды алып, бірақ бармаған жағдайда қандай да бір жазалар бар ма? Айыппұлдық жаза, одан бөлек? Әрине, әкімшілік кодексінің бұл жерде 647 бабының азаматтарды әскери есепке алу жөніндегі міндеттерді орындамау туралы бап бар. Яғни бұл жерде бұл бапта көрсетілген 5 айлық белгісіз себептермен, яғни бұл жерде сырқаттану мүмкін адам болғаннан кейін басқа да белгілі себептер болса, яғни бұл жерде ақпаратты дәлелдеу, яғни анықтама не болмаса басқа. Ал жаңағы белгісіз себептермен келмеген жағдайда SMS оповещение алып, не болмаса жаңағы үйіне де жеткізілу қазір параллельно жүріп жатыр. Яғни хабарлама электрондық түрде, яғни барлығы ауысып кеткен жоқ. Яғни үйге де повесткалар келіп жатады. Жаңағы хабарландыру мекен жайы бойынша да жүргізіліп жатыр. Соның себептен келмеген жағдайда 5 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл келіп соғады. Яғни енді 5 айлық биылғы жылда айлықтық есептік көрсеткіш өзгертіледі ғой. Сол себептен биылғы жылға сол көрсетілген айыппұл соғылады. Түсінікті. Енді өзіңіз білесіз, қазіргі заманына қарай адамы деп қай саланы болмасын, алаяқтық арбап тұрған заман. Сіздердің салаларында айналып өтпеген шығар деп ойлаймын. Ондай кездесіп тұрады. Былтырғы жылдарда алаяқтықтар болды. Яғни қазіргі өз қарағандылық жергілікті тұрғындарға да айтарым сол, сақ болыңыздар. Қазіргі кезде алаяқтық өте көп. Яғни көп хабарламалар кейіннен білініп жатады. Жаңағы балаларыңыз облыстық жинақтау пунктінде осындай жерде, яғни солған шығару үшін, не болмаса кейінге қалдыру үшін осындай сумма қажет, яғни аударуды сондай сұрап жатады. Бұндай алаяқтықтар жиі кездесуде, өздеріңіз білетіндей, қазір ешкімге құпия емес қой. Сондықтан сақ болыңыздар. Бізден тек қана қорғаныс істер жөніндегіден жергілікті әскери басқару органдарынан да SMS хабарлама келгеннен кейін міндетті түрде азамат барып сол жұмыс орнына көрсету арқылы да жаңағы жерге баруға болады. Яғни әскери комиссариатқа барғаннан кейін сол жерде болғандығы туралы ақпарат ретінде жаңа повесткасының шақырту қағазының артына белгі қойып береді. Яғни бүгінгі таңертең 9-дан 14:00-ге дейін әскери комиссариатта болды деген. Осындай нақты жалпы ақпараттарға сенуіміз қажет. Түсінікті. Жаңа шақыртуды алғаннан кейін не істеу керек? Мысалы үшін оның жасап жатқан қызметі бар шығар, одан бөлек бір айналысатын ісі бар шығар. Бұның бәрін тастап бір сәтте кетіп қала алмайды ғой. Енді міндеттелген бойынша мен сізге жаңа айтып өткендей, жұмыс орнына, яғни сол жерге көрсету арқылы, яғни қағаз жүзінде келіп жатса, шақырту қағазы немесе SMS хабарламаға арқылы келіп жатса, ондай болса сол жерге басшылығына, өзінің жаңағы жұмыс орнына көрсету арқылы әскери комиссариатқа баруға міндеттелген. Барған бетте, яғни жұмыс орнына сол күнге төлену үшін, сол күнде
былай айтқан кезде еңбек жұмыста сақталады міндетті түрде. Жұмыс орны сақталады, жұмыс күні де сақталады, яғни сағат төленеді. Сол уақытта әскери комиссариатта болды деген жаңағы айтқан шақырған қағаздың әр жақ бетінде белгі болады. Сол белгіні алып заңдастыруға болады, яғни заңды. Өте түсінікті. Құрметті көрермен, бізде тағы да аздаған жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар әскери қызмет турасында. Хабарымызды жалғастырсақ, әскери қызмет турасында Еркебұлан Серікұлы әскери кафедра аяқтағандар. Енді қазір ата-аналардың көбісі балаларын оқуға түсіргенде әскери кафедраны қосымша оқымаса, ертеңгі күні әскерден алып қалудың амалы деп ойлайды. Бұл қаншалықты дұрыс пікір? Ол дұрыс пікір емес. Бұл жерде жаңағы студент бала, яғни өзі таңдайды ғой, былай айтқан кезде. Әскери міндетті болуға, әскери кафедра болып, ол да диплом сияқты көмек ертеңінде. Запастағы офицер болып шығу. Яғни менің өзім соны оқып шыққам, дипломмен жұмыс істеп жүріп производство. Кейінірек 32-ші бабы бар әскери қызмет, жаңағы әскери қызметшілер мәртебесі заңының. Соған сәйкес мен әскер қатарына шақырылдым. Менің 2 балам болды. Сонда да мен әскер қатарына шақырылып, қазіргі күнге дейін ұнағаннан кейін әскери қызметімді жалғастырып жатырмын. Сондықтан таңдар алдында, яғни ойлану керек, әскер қатарына сол жерден басталады. Яғни әскери кафедраға түскеннен кейін ол жаңағы бітірер алдында әскери ант қабылдайды. Офицер, қарулы күштердің офицері ретінде ант қабылдайды. Яғни бұлдан кейін жеке ісі рәсімделіп, қорғаныс министрінің бұйрығы шығады. Бұл жерде қорғаныс министрінің бұйрығында, яғни лейтенант атағы берілетін болады. Запастағы лейтенант ретінде кейін 32-ші бапқа сәйкес яғни осы медициналық кафедрадан басқалардың барлығы 29 жасқа дейін әскер қатарына шақырылады. Бұл жерде заңды түрде. Яғни оның баласы бар, не болмаса басқа отсрочкалардан бұл жерде көрсетілмеген. Тек қана жаңағы айтарлықтай жаңағы 35-ші бапта көрсетілген баптар бұл кісілерге де қарастырылған. Яғни оқу жалғастырып жатқан кездерде, не болмаса басқа жаңағы 35-ші бапта денсаулығы кейінде кінәрат алуы мүмкін ғой. Сол сияқты жағдайларда, не болмаса асыраушысы болып дәлелденген жағдайда үлкен кісілер болған кездерде, сол кездерде кейінге қалдырылады. Ал бұлай мүлде босату деген бұл жерде жоқ. Яғни бұл офицер запасы ретінде 1 жылдық 365 күнге, кешірім сұрайым, мерзімді әскери қызмет 1 жылға болса, бұл офицерлер ретінде 2 жылдыққа шақырылатын болады. Әскер қатарына әртүрлі мамандықтарына байланысты. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін, яғни ол қарағанды, не болмаса осы белгіленген аумақта. Яғни бұл жерде офицерлер бітірген балаларыңыз болса, олар осы аумақтық жерде қалсын десеңіздер, олар сол жерге келісім шарт бойынша 3 жылға тұруға болады. Енді мерзімді әскери қызметпен көбісі шатастырып жататыны, бұл жігіттер солдат болып бармайды. Офицер болғаннан кейін командир взвод болып, яғни осы бастамасы лейтенант лауазымынан басталады. Сондықтан офицерлік лауазымынан басталғаннан кейін бұл жерде айлығы төленеді, қосымша жаңағы тұрғын үймен қамтамасыз бойынша қаржысы қарастырылған, отбасына да төленеді. Яғни бұл қызмет ретінде, жұмыс ретінде қарастырылады. 2 жыл сол жерде әскери қызметін өтей жүріп, өзі қалауы бойынша әрі қарай өсем қалам деп. Әрине. Біз сөйтіп әрі қарай жалғастырғанбыз. Бұл жерде енді өзінің біліктілігіне байланысты кейбір жігіттерге көбісіне 2 жылдан кейін ұнап, әрі қарай да келісім шартпен басқа лауазымдарға да ауыстырылып, сөйтіп қызметтерін атқарып жатқан жайлар бар. Енді өзіңіз осы салада жүргеннен кейін сізге қойылатын басты сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Жалпы мерзімді әскери қызмет керек пе? Қазір әртүрлі жаңсақ пікірлер, алып қашпа бір ойлардың жетегінде жүргендер бар. Енді айтарлықтай бұл жаңағы алып қашпа ойлар, не болмаса, мен оны басқаша қабылдаймын. Енді жеке өз пікірім деп айта аламын. Өйткені еліміз болғаннан кейін, жеріміз болғаннан кейін, тәуелсіздігіміз болғаннан кейін өз жерімізді қорғауға үйрену. Бұл жерде 1 жылға ешкімде барып бір жаудың бетін қайтарып кетпейді. Бірақ осы ата заңымызға байланысты
біз отанымызды қорғауға үйренуге 365 күнге мерзімді әскери қызметке жіберіп жатамыз. Сол себептен олар әр қарай 50 жасқа дейін солдат сержант, ал офицер дейміз жаңағы, офицерлер 60 жасқа дейін әскери есепте тұрады. Яғни 50 жасқа дейін бұл жігіттер отан қорғаудың алдыңғы шебінде тұруға бекітілген. Бұл жерде отан қорғап келді дейік, жұмылдыру жаңағы ресурсына келіп есепке тұрады. Яғни сіз әскерге барып 365 күнде атыс шабыс бәрін үйреніп, әскери мамандық алып келесіз бұл жерде. Айтарлықтай снайпер, не болмаса басқа да басқа әскери мамандықты алып келесіз де, әскери комиссариатқа есепке қайтадан кеп тіркелесіз. Бұл кезде тіркелген бетте сізді әрине жаңағы 50 жасқа толып жатқан азамат бар, яғни жаңағы пенсионный возраст деп қарасақ, сол орнына жұмылдыру ресурс ретінде сізді тағайындайды. Яғни енді дайын қызмет. Дайын қызмет. Бұл жерде айтарлықтай сіз түсінетіндей жауынгерлік дайындығы, әзірлігі мықты ретінде сізді жас буын ретінде қояды, тағайындайды. Бұл жұмылдыру қоры дегеніміз, яғни соғыс уақытындағы әскер қатарына шұғыл түрде шақырылып, сізді сол әскери бөлімге жіберіп, қолыңызға қару беріп, ел қорғауға жіберетін жағдай. Сол себептен бұл өте керекті, жылда алмасып тұратын біздің ресурсымыз. Сондықтан әр қашан біздің аға буынның орнына іні буын орын басып келіп тұру керек. Енді қашанда айтамыз, отан отбасынан басталады деп, патриоттық тәрбие де тал бесіктен басталу керек. Мектеп жасында осы тұста сіздер білім ошақтарымен қандай да бір қоян қолтық жұмыс жасап жатырсыздар ма? Жас буынды қалыптастыруға. Әрине, жас буын не егесін соны орасын дейді ғой қазақ атам. Сондықтан біз жас буыннан бастап жатырмыз. Қазіргі кезде жас сарбаз қатарлары мектептерде, жас сарбаз сыныптары, клубтары ашылуда, жылдан жылға өз былай айтқан кезде даму жолдары қарастырылуда. Бұл жас сарбаздар арасындағы жылдың үздіктері анықталады. Айбын деген осы бізде жас сарбаздар арасындағы республикалық деңгейде жарыстар болады. Биылғы жылға осы июнь айында жоспарланған, осы Көкшетау қаласында жоспарланған. Жылда әр облыста қазір өткізілуде. Сол жастарымызды патриоттыққа баулау бұл жерде нақты қарастырылған. Жастарымыздың нақты былай айтқан кезінде сіздер бәрі үлкен кісілер біледі ғой. Әртүрлі жастардың қызыл галстук киген патриоттары деген сияқты кеңестік дәуірінің кезіндегі сол дәуірлерде патриоттық айтарлықтай, бірақ тәуелсіздік болмаса да, бірақ басқаша тәрбиеленген. Сондықтан сондай тұрғыда біздер жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Жастардың санасына жеткізіп жатырмыз. Туған елімізді, жерімізді қорғау. Әрине, жаңағы өзіңіз айтып өткендей, отбасынан басталады, ол ешкімді де қорғамайды. Өз отбасын қорғауға бірінші үйреніп келу керек сол жақтан. Әр қарай сосын отандық деңгейде, енді әрине сіздің отбасыңызда осы Қазақстанда, менің де отбасым Қазақстанда, сол қорғауды біз әр қарай жастарға үйретуіміз керек. Әскерден кімдер босатылады? Жаңа атап өткеніндей, 35-ші бапта өттіңіз, соған толықтырып өтіңізші. Толықтырып өтсек, бұл жерде әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің 35-ші бабында айқындалған кейінге қалдыру. Кейінге қалдыру бойынша отбасы жағдайы бойынша дедік, білім алу, жалғастыру үшін. Бұл жерде қазір көбісі түсінбей жататын жағдай бар. Яғни колледжден кейін колледж бітіріп ататын болған. Қазір заңға енгізіліп өзгерістер. Яғни бірақ колледжге ғана кейінге қалдыру беріледі. Яғни көбісі ата-аналар әскер қатарынан балаларын алып қалуын амалын іздеп, бір колледжден келесі колледжге көшіріп жүре береді. Және де жоғарғы білімнің өзінде бір жоғарғы білімге отсрочка кейінге қалдыру берілген. Әр қарай денсаулық жағдайы бойынша, енді бұл медициналық сараптамадан көрсетілген аудандық көлемде, облыстық деңгейде тексеріс жүргізіледі. Осы сала бойынша кейінге қалдырылу беріледі. Басқа да себептер бойынша дегеніміз, ол жаңағы айтарлықтай мемлекеттік
қызметтері бар. Бұл жерде парламенттің немесе жергілікті өкілдері органдардың депутаттарына енді яғни сайланған болса оларды да кейінге қалдыру, жаңағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, орта білім беруінде бұл жерде жаңағы сабақ беру, яғни мұғалімдерге, педагогтарға, жұмыс істеп жүрген жаңағы мұғалімдерге кейінге қалдыруға осындай себептермен, яғни отсрочка дейміз. Артқы шегеру. Ал кімдер толықтай? Толықтай алатындар бұл жерде 36-шы бабы бойынша әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесінің сол жерде көрсетілген. Бұл жерде айтарлықтай жаңағы әскери қызметке мүлде жарамсыз және соттылығы бар азаматтар, отбасын асыраушылар. Бұл жерде отбасы асыраушылар дегеніміз жаңағы айта өткен, ол 35-ші бапта көрсетілген. Бұл жерде яғни айтарлық үлкен біреудің жалғыз баласы, асыраушысы, ол азамат жаңа әке шешесінің мүгедектігі бар болса, бірінші не болса екінші. То есть былай айтқан кезде недееспособный дейді ма? Сондықтан соның қараушысы ретінде кейінге қалдыру. Бірақ мүлде босатуға жатпайды, өйткені бұл кейінге қалдыру болып саналған 35-ші бабында. Сондықтан тағы да айтарлықтай бұл жерде денсаулық жағдайына байланысты, яғни призывник дейік, әскерге шақырылушы жаңағы 6 айдың көлемінде емделіп кететін жағдайы болады. Не болмаса 1 жылдық көлемде емделіп кететін жағдай болады. Сол себептерден отсрочка кейінге беріледі. Ал нақты диагноздар ол неде қорғаныс министрінің бұйрығында көрсетілген. Ол жерге бұйрыққа сәйкес, яғни мүлде әскер қатарынан босатылады. Түсінікті. Енді жалпы денсаулығына байланысты, түрлі себептерге байланысты шегерулер түсінікті. Ал психологиялық тұрғыда жалпы өзінің ниетіне байланысты балалардың даярлығы қандай? Қазір сіздер енді әрбір науқан сайын балалармен сұхбат құрастар, көріп жатасыздар. Бізде облыстық деңгейде әр іріктелген азаматтар бұл жерде бізден психологиялық деңгейде, яғни тексеруден өтеді. Бұл жерде тексеру жаңа біздің нақты мамандар бойынша, психолог мамандар бойынша жаңағы Ақсұңқар деген программа бойынша тексеріледі. Қазіргі кездегі тестирование дейді, жаңа тест алу, PSK риск деген несі программасы бар. Сол бойынша да тексерілімнен өтеді. Яғни бұл жерде қазіргі негізі жалпылама айтатын балалар былайырлықта бізді кезінде басқаша енді көше тәрбиелеп жатады, не болмаса басқа ағалар тәрбиелеп жатады, аға буынды көріп жатамыз. Қазіргі кезде көбісі моральдық тұрғыда өте кемдеу, я бәріне деп айта алмаймын, бірақ ата-аналар көбісі жаңағы өз бала-шағамызды тәрбиелеудің екінші жолға салып қойғанбыз. Сол себептен ер балаға көп нәрсе жүктелген ғой. Отан қорғау, еркек тоқты құрбандық деп бекер айтпаған қазақ атамыз. Сондықтан бұл ер баланың міндетін әрқашанда біз қолдауымыз. Көбісі бірақ ойлап қарасаңыз, өзіңіз ойлап қараңызшы, кезінде Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова деген біздің батыр аналарымыз қалай ол әскерге қатарына соғыс болып жатыр деген естіп тұрып барған ғой. Сондықтан сол батыр бабаларымызды еске алып, әрқашанда солардың жолын берсін деп, ер балаларымызды намысқа осындай оятып қойымыз керек. Қазіргі жағдайда соғыс болып жатыр демей-ақ, мысалы үшін 1 жылдық әскерге шақырып жатыр дегеннің өзі, мысалы үшін қаншама дау туғызатын жағдайлар бар. Тақырыбымызды сәлден соң жалғастыратын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен тыңдарман, бүгін біз кең талқыға салып жатқан тақырып аса бір өзекті, әскери қызмет, әскерге шақыру науқаны турасында. Еркебұлан Серікұлы, енді өзіңіз осы салада жүргеннен кейін қоғамның көзқарасы екі түрлі, екіұдай екенін де білесіздер. Көп жағдайда әскерден баласын алып қалуға тырысатын, әскерге барғысы келмейтін, енді бір әскер десе әлімжеттікті ғана ойлайтын жас буын қалыптасып жатыр, ол жасырын емес. Десе де әскердің берері де көп қой. Тоқталып өтіңізші. Әрине. Тоқталып өтсек, өте орынды сұрақ дейін сіздің айтқан. Бұл жерде барлық осы
қазақстандық осы жерлестерімізге, отандастарымызға айтарым, осы баяғыда ант бергеннің өзінде қасық қаным қалғанша осы елімді қорғаймын деген сияқты осындай айтқан. Бүгінде кім өз былай айтқан кезде мнение дейміз ғой, былай айтқан өз пікірін жеткізіп жатады басқаша. Қазіргі заманда өте қиын жағдайлар кездесіп жатады біздің кезімізде де. Бас тарту, бірақ түсіндіре келе заң аясында 387 бапты түсіндіреміз. Бұл жерде қылмыстық кодексінің бас бостандығынан айырыласың осындай деп түсіндірген кезде әрине одан кейін барып жатады. Бірақ бұған дейін де көп ата-ана түсінбей жатады. Түсінемін, әскердің өзі бұл былай айтқан кезде әжептәуір ешкім көбісі есепке салмайды. 365 күн адамның өмірін тоқтатпайды. Күнделікті атыс шабыс, жүгіру, басқа да тапсырмаларды орындайтын сарбаздар, өмірлік жағдайлар әртүрлі болып жатады. Жарақат алып қалып жатады, не болмаса басқа да. Өйткені бұл жерде 365 күнде әскерге жіберіп қойдым деп паузаға ешкім қойып қоя алмайды. Нақтысы сол 40 мыңға жуық әскер қатарына шақырылады. Биылғы жылға көктемде атап айтсақ, біздің Қарағандымыздан 1000-нан астам азамат әскер қатарына барады. Енді біздің 20 облысымыз бар, басқа да облыстық деңгейде қалаларымыз бар. Соның өзінен жалпылама жылға алғанда 40 мыңдай азамат әскер қатарына барылып жатады. Сондықтан біз алдын ала негізі ойлауымыз керек. Ер балалар ең алдымен жаңағы отан отбасынан басталады деп жатырмыз ғой. Сондықтан отанын емес, өзінің отбасын қорғауға әзірленуге бару тиіс. Бүгінгі күнде қарапайым қазақтың баласы шекарамызға басқа біреу кіріп кетпесін, біздің елімізде басқа біреулер билеп кетпесін деген жағдаймен шекара қызметінде атқарып жатқан қызметтер бар. Құрлық әскерінің өзінің дайындықтары бар. Тағы да мынау төтенше жағдайлар министрлігінің осы қазіргі көктем аясындағы апаттардан алдын алу жұмыстарын жасап жатқан сол сарбаздарымыз, елімізді қорғап жүрген осындай сарбаздарымыз жеткілікті. Ұлттық ұлан дейік, көшедегі қақтығыс не болмаса басқа да заңсыздық болмас үшін көшеде аяз болсын, күн ыстық болсын, осы сарбаздарымыз еліміздің тыныштығын қорғауда. Сондықтан әр қазағым жалғызым деп түсіндіргіміз келетіні тек қана отаншылдыққа балаларымызды үйретсек, солардың болашағы үшін ғой бұл жерде. Ешкімде ешқайда жерін не болмаса елін алып кетпейді. Осы жерде тұрғылықты біздің болашағымыздың жастарымызды осындайға тәрбиелеу бізде міндеттелген. Плюстарын қосымша атап өтейін. Бұл жерде әскер қатарына барған азамат әрине біріншіден былай қараған кезде өзіне өзі былай айтқан кезде дәлелдейтіндер көп. Мен 6 жылдан астам қорғаныс істер бөлім бастығы, яғни военком болған аудандарда. Бұл жерде көп азаматтарды заң аясына түсіндіріп, басында қорқақтық танытып атса, кейін келгеннен кейін, әскерден келгеннен кейін қаншама азаматтар маған рахметін айтып атқан. Десанттық шабуылдаушыларға барып жатады, парашюттан биіктен қорқам деген азаматтар өз қорқынышын жеңіп келіп атады. Үйіндегі қарындас бауырлар арасындағы да абыройларын асырып жатады. Яғни әке-шешесінің қадірінде түсінеді. Біріншіден айтқан, бұл жерде жаңағы 365 күн бір бәтеңкені жылтыратып киген кезде ата-анасының күнде жылына айына алып беріп жатқан аяқ киімдерін мысалы қадірін түсінеді. Күнделікті анасының былай қарапайым тілмен айтқан кезде алдына қойып жатқан тамағын емес, басқа донерді аңсап жүрген жастарымыз әскерден кейін анасының тамағын сағынатын болады. Яғни киімін өтіктеп, өз киімін, өз төсегін салып үйренеді. Қазіргі кездегі жастарға өте керекті нәрселер осылар. Онымен қоса кредитті каникулдар, яғни жастар қазір білесіздер, көбісі ұялы телефон не болмаса басқа құралдарды 24 айға не болмаса басқа кредиттер алып жатады қаржылық жағдайда. Бұл жерде заң аясында көрсетілген екінші кезеңдегі банктер осы 24 яғни 24 емес 14 айға кейінге шегеруге береді. Яғни төлемдерін отсрочка айтарлықтай. Қосымша бұл азаматтар жоғарғы білімге түсуге мүмкіндіктер өте зор. Яғни былтырдарма санаған кезде 130-дан астам бала осы Қарағанды өңірінен барған жоғарғы оқу бөлімдеріне түскен. Түсінікті. Яғни қарап тұрсаңыз, әскердің берері көп қой. Дұрыс айтасыз. Олай болса бүгінгі сөйлесу сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет. Әрине
Әскердің әлеуеті әлсіремесін деймін. Армиямыз Әмин. айбынды болсын, азаматтарымыз айбарлы болсын. Аман сау Айтқаныңыз болыңыздар.